балалар. Бүгін біздің сабағымыз ерекше болмақ. Ерекшелігі бізге қонақтар келіп отыр. Сондықтан біз музыка сабағында білген білімімізді, өнерімізді көрсетуіміз керек. Көңіл күйлерің қалай? Өте жақсы. Осы жақсы көңіл күймен бастап, жақсы көңіл күймен аяқтаймыз. Ортаға келіп, топқа бөлінеміз. Кел, топқа бөлінейік. Отырамыз. Жылдам алып отырайық. Отырайық. Балалар, топқа бөлінді. Бірінші топ домбыра тобы болады. Екінші топ қобыз тобы болады. Енді топтың атын қорғайды, иә балалар? Домбыра қандай асыға? Кім айтады? Айта ғой. Домбыра екі ішекті аспап. Екі ішекті аспап. Айта ғой. Ағаштан жасалған екі ішекті аспап. Дұрыс, керемет. Енді домбыра туралы аңыз білеміз бе, балалар? Домбыра туралы аңыз айта ғой, жасырын. Бір күні бір байдың баласы болады екен. Бір ханның баласы болады екен. Ол әкесін тыңдамай аңға шығып кетеді. Сосын әкесі хан оны күні бойы оны тосады екен. Сосын оны нөкерлеріне тапсырады. Менің баламды сауаттыңдар. Жаман хабар айтсаңдар, ауыздарынан қорғасын қоям дейді. Сосын олар қорқып ханның баласын іздейді екен. Сосын олар таппай қойғаннан кейін қайтыс болған күйшімен жеткізеді. Күйшіні шақырып ханның алдына апарады. Сосын күйші оған тартыс береді. Күймен тартыс береді. Сосын оның аузына нөкерлеріне айтады, аузына қорғасын қойыңдар дейді. Ол мен емес домбыра ғой деп домбыраның аузына қорғасын қойып үңгір пайда болады. Жақсы, өте тамаша. Енді қобыз тобына келдік. Қобыз тобы қандай аспап? Қобыз қандай аспап айта ғой? Қобыз ысқышты аспап. Жақсы, ысқышты екі ішекті аспап. Жақсы. Қобыздың үнін естігенде ойымызға келеді. Айта ғой, Сәлиза. Жақсы. Қорқыт ата қай ғасырда өмір сүрді? Жақсы, балалар. Енді қобыз туралы не білесіңдер тағы да? Толықтырасыздар ма, Хасан? Қобызда ойын сауық кестеріне ойнауға болмайды. Оған тыйым салынған. Қобызды қорқыт ата тапқан. Ол тез торықта ғасырларда неше түрлі күйді шығарған. Жақсы, өте жақсы. Енді топбасшы сайлайық. Топбасшы, домбыра тобында топбасшы Асылым болады. Қобыз тобында топбасшы Хасан болады. Балалар, топты қорғадық, топбасшы сайладық. Енді бер қараймыз. Жаңағы балаларға, жауап берген балаларға осы нотаны балдық жүйеге беремін. Тақым Хасан жауап берді. Сосын Алижар жауап берді, Нұрай жауап берді. Міне осы бір балалар. Тақым жауап берді балалар. Дархан жауап берді. Ерасыл жауап берді. Енді балалар үй жұмысын сұрайық. Үйге не бердің? Айта ғой. 48-ші бет көнеден жеткен. 48-ші бет көнеден жеткен. Үй жұмысы. Балалар бер қараймыз. Үй жұмысын мына жерде адасқан нота арқылы тексереміз.
Mına jerdегі жазылған сұрақтарды алып, мына нотаны орналастырамыз. Қане кім шығады? Нұрасыл шыға ғой. Қолдарыңызды көтеріп отырамыз. Балалар, дайын балалар. Оқи ғой. Жетігеннің аспабы неше түрге бөлінеді? Жетіген аспабы 3 түрге бөлінеді. Біріншісі жаңа түрі, көне түрі, жетілдірген түрі. Дұрыс айтты ма балалар? Жақсы. Орнына қоямыз нотаны. Кім айтады? Келесі. Ерасыл шыға ғой. Жетігеннің жетілдірген түрі қандай? Жетіген жетілдірген түрі ішек саны 22-ге дейін көбейеді. Дұрыс айтты ма балалар? Дұрыс отыра ғой. Тамаша. Қайсы? Па нотасы дұрыс. Енді асылым шыға ғой. Жетіген туралы шаппаға айтылды. Шапақ ағаш бетіне 7 ішік тағылған. Әр ішектің астына 7 асық қойылған. Су сылдыр секілді дыбыстың нәзік сызылған. Дұрыс айтты ма балалар? Дұрыс. Жаңағы жауап берген балалар кім? Ерасыл, Нұрасыл, иә? Ала ғой. Енді кім шығады? Ясмина шыға ғой. Жетігеннен әлі қандай? Жетігеннен судың сылдырына ұқсайды, шөптің сылдырына ұқсайды, және де даланың даусына ұқсайды. Дұрыс, табиғаттың даусына ұқсайды. Дұрыс айтты ма балалар? Тамаша. Ала ғой. Енді Хасан шыға ғой. Жетігеннің аңызын айтып бер. Баяғыда бір қария болыпты. Оның 7 баласы болыпты. Аштық заманы 7 баласы да қайтыс болыпты. Сосын кепкен ағаштың бетіне 7 шек қойып, сол балалары ойнаған асықты шектің астына қойып, жетіген аспабын шығарған. Сосын 7 баласына бір-бірден үй шығарған. Дұрыс айтты ма балалар? Енді шыға ғой Нұрай. Жетігеннің жаңа туған түрі қандай? Жетігеннің жаңа туған түрі 7 асықтың орнына тиек қойылады. Дұрыс айтты ма балалар? Қоя ғой орнына. Өте тамаша. Мына бір бал. Келесі. Али жаршыға ғой. Жетігеннің көне түрі қандай? Жетігеннің көне түрі жеті асына жеті қойылған. Дұрыс айтты ма балалар? Тамаша. Отыра ғой. Мына балалар. Нота өз орнын тапты. Үй жұмысын бітірді, айтып, енді балалар көп бала болса, сендер сынып боласыңдар, иә? Егер мына жердегі аспаптардың бәрін алып, бір мезгілде ойнаса не болады? Оркестр болады балалар. Сондықтан бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз оркестр. Дәптеріңе жазып қоямыз. Бүгін өтетін мақсатымыз симфониялық оркестрдің құрамындағы музыкалық аспаптармен танысасыздар. Музыкалық штрихтарды қолдана отырып, аспаптарды ойнауларын көрсетеміз балалар. Оркестр деген
орындайтын музыканттар тобын не дейміз? Оркестр. Оркестр бірнеше түрі бар. Оқи қойсаңдар қандай түрлері бар? Аспаптар. Симфониялық оркестр, үрлемелі оркестр, агамдық оркестр, жаз оркестр, әскери оркестр. Балалар, мына суретте не көріп тұрсыз? Мына суретте симфониялық оркестр көріп тұрмыз. Келесі әскери оркестр. Сұламаймыз балалар, бір-бірден ғана жауап берейін. Мына жерде басқан айта қойшы. Эстрадалық оркестр. Жаз оркестрі. Дұрыс балалар. Енді симфониялық оркестрдің қазір қандай аспап тұретінін білейік. Жібек айта қойшы. Скрипка, алет, виолончель, контраст, арфа. Дұрыс. Скрипка, аль, виолончель, контрабас, арфа. Енді үрмелі аспаптарға Алижар айта ғой. Үрмелі аспаптарға қандай аспаптар біледі? Тромбон, альборна. Дұрыс. Келесі қазақтың ұлттық аспаптарының Ясмин айта қойшы. Қос мүйіз, домбыра. Дұрыс. Осының бәрі біздің қазақтың ұлттық аспаптары. Дұрыс балалар. Енді біз Құрманғазы Сарыбайұлының Балбырауын деген күйін екі нұсқада қазір көреміз. Жақсылап тыңдайық. Қандай аспаптар бар екенін қараймыз мұқият. Кім басқарып тұр? Дирижер басқарып тұр. Енді қандай аспаптарды көрдің? Айта қойдархан, қандай аспаптарды көрдің? Скрипка, контрабас, арфа, туба. Дұрыс. Енді Ерасыл қандай аспапты, үрмелі аспаптарды көрдің? Айта қойшы. Туба, Вальторна. Жақсы балалар, отырамыз. Келесі енді қазақтың ұлттық аспаптарын көреміз. Тыңдайық, жақсылап.
балалар, енді осы қазақтың аспаптарын кім басқарыпты? Дирижер басқарыпты. Дұрыс айтасыңдар. Мұнда қараймыз. Саған орындалған күйдің қай нұсқасы ұнады? Кім айтады? Қай нұсқасы ұнады? Ол ұнағандай болды. Жақсы. Енді қазақтың ұлттың аспаптары кімге ұнады? Қайта қойшы асын. Маған қазақтың ұлттық оркестрі ұнады. Бірінші азай көйлекті арқалай жылдамдатады. Жақсы. Енді келесі балалар. Біздің ең алғаш оркестрді ұйымдастырып, дирижер болған кім? Ахмет Жұбанов. Ахмет Жұбанов біздің ең алғашқы ұйымдастырған оркестрді ұйымдастырған дирижер болған. Бұл кісі қалай оркестрді ойналу керектігін қалай көрсетеді? Дирижер. Айта қойшы. Қол қимылмен қасқабағымен. Қол қимылмен әрі қасқабағымен. Дұрыс. Өзінің оркестрдің үйлесімді болу үшін, ырғағы бір қалпында болу үшін, дирижер өзінің қол қимылмен әрі қасқабағымен көрсетіп тұрады, иә балалар? Енді келесі, мына жерде суретте кімді көріп тұрсыздар? Болат Сарыбаев. Кім айтады Болат Сарыбаев кім? Айда ғой. Бұл адам ескі көне аспаптарды жинаған. Ол 300 аспап жинаған. Жақсы, 300-ден астам көне аспапты ел аралап жинап, зерттеп, қалпына келтіріп сақтауға үлкен мұрамызға үлкен үлесін қосқан этнограф, музыка танушы. Келесі суретте кімді көріп тұрсыздар? Александр Затаевичті. Ерасыл айта қойшы кәне. Александр Затаевич ол қазақтың ұлттық әндерін зерттеп, оны нотаға түсірген. Оннан астам әнін қазақ 500 күйін атты жинақтары бар. Дұрыс, халықтың 1000 әнін, халықтың 500 әнін атты жинақтар шығарған. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді жаңағы бір балдан ала ғой, кім жауап берді? Нұрасыл, Асылым жауап берді. Сосын Ясмина жауап берді. Ясмина жауап берді. Әмір жауап берді. Жақсы, келесі балалар қарап отырамыздар бері. Енді біз симфониялық оркестрдің қандай аспаптар білетінін білдік. Оркестрдің қандай аспаптары бар екенін білдік. Енді бізде топтық жұмыс қалады. Топтық жұмыс домбыра тобына қазақтың ұлттық аспаптарын жазамыз. Жазамыз балалар. Мен сасырмай тоқси шықпасын. Симфониялық оркестрге
Bunday asboblar kiradi ba'zicha. Ballar durust aytdimi? O'tira qo'ydim, yaxshi rahmat. Endi Qozoqning ulug' asboblar. Bu ularni tanishrak. Sham qobuz, sasnay, aqdaya qobuz. Durust. Tastavvoq, qobuz, kosmiyur, asbobga, asabdaya do'mbira. Durust aytdimi ballar? Yaxshi ballar o'tiramiz. Asboblarni bir-biridan ayirdim. Endi kelesi bizga ballar yerimiz sahte. O'zimizni bir sevgi olaylik, ya. Avg'uzdan qog'ozdan olib, muzikani muqiyat qilib, muzikani qilib, tanitamiz.
orkestrda tınladık. Kazak'ın orkestrını tınladık. Endi özümüz alдағы asbaptарды alıp orkestrda qilib bera olamiz. Hozir muzika qo'yamiz. Dunaevskiyning polka muzikasini qo'yamiz. Polkani tinglaymiz. Uni irg'og'i lirikki. Polkani tinglab, so'ng muzikani irg'og'ini chalamiz bolalar. Muhayat qaraymiz bolalar. Dombra'nın ünü estildi mi? Dombra'nın ünü keremет estildi. Endi balalar özümüz aldımızdağı asbaptарды alıp осы orkestrдің ырғағын соғып орында бере аламыздар? Енді симфониялық оркестрдің Дунаевскийдің полька деген музыкасына тоғыз қайтшы? Тоғыз шығамыз. Орындарыңызға тұрыңыз балалар.
qo'yamiz. Yarısı balalar öte жақсы сезіммен орындарыңдар. Отыра қойыңдар орындарыңа. Келесі балалар енді бізде балалар оқулығымызда біздің оркестр 3-ші тапсырма 50-ші бетте сол әнімізді орындамас бұрын біз дауыс жаттығуын жасауымыз керек. Дауыс жаттығудың дауысымызды анық әдемі шығуына көмектеседі, иә балалар? Do, re, mi, fa,
балдар. Кім болды кәні? Шығайық. Ирасы шыға ғой. Бүгін қазақтың ұлттық аспаптарын үйренуге тамаша. Алидар шыға ғой. Жақсы, асылым шыға ғой. Бір-бірден шығамыз балалардың. Жақсы. Оркестрде білдім, симфониялық оркестрде білдім. Мен бүгін қазақтың ұлттық аспаптарынан. Жақсы, тамаша. Ясмина шыға ғой. Мен бүгін оркестрден екі топқа бөлінетін және аспаптарды білдім. Жақсы, өте тамаша. Мен қазақ ұлттық оркестрде білдім. Жақсы. Мен симфониялық оркестрде білдім. Жақсы. Хасан шыға ғой. Бүгінгі сабақта қазақтың оркестрін білдім. Өте тамаша. Рамазан шыға ғой. Мен бүгін Александрды білдім. Жақсы, ал Александр Затаевичті білдім тұрайын. Бұл сабақта оркестрларды аспаптарды білдім. Жақсы. Sıramız sessiz отырамыз балдар орындарыңызға. Бүгін мен Болат Сарыбаевтың 300-ден астам аспап жинағанын білдім. Жақсы, өте тамаша. Жақсы, отыра ғой. Балалар, бүгін сабақты өте жақсы, белсенді қатыстыңдар. Сабаққа деген қызығушылықтарын көрініп тұр. Сабақты өте ерекше жауап берген Хасан, Асылым, Ясмина, Нұрасыл, Ерасыл, Нұрай, Алижар, аспапта ең жақсы керемет сезініп ойнаған Асанәлі, Әзиз, Асылым, Рамазан жақсы ойнады. Әмір өте тамаша ойнады. Қарлығаш, Айзере жақсы ойнады. Жібек өте тамаша сезіммен ойнады. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Өте тамаша белсенді қатыстыңдар. Сау саламатты болыңдар.